сәлеметсіздер ме? Қазақ хикаялар арнасына қош келдіңіздер. Арнаға тіркеліп, лайк басып, комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал біз бастаймыз. Жаңбыр әйнекті сарылдатып тұр екен. Терезенің сыртында қараңғы түсіп, көше шамдары суда шағылысып жатыр. Азамат бос, суық пәтерде жалғыз отыр, қолында анасының ескі, ұшы солған орамалы. Ол оны бетіне басып, көзінен ыстық жас домалайды. Бөлмеде тек сағаттың тілі мен терезеге соққан жаңбырдың дыбысы естіледі. Өмірде терең өкінген кезің болды ма деп ол өзіне өзі сұрақ қойды. Мен өз қолыммен өз жүрегімді суырып алып көшеге тастаған адамын. Ал ол маған қарап әлі күнге дейін күлімсіреп тұрғандай. Дәл сол баяғыдай ешбір өкпесіз, ешбір талассыз. Ол көзін жұмды, ал есіне бүкіл өмірі бір-бірлеп тізіліп келе бастады, дәл кино таспасы сияқты. Тоқтаусыз, аяусыз. Азамат кішкентай кезінде әкесінен ерте айырылған еді. Марат деген әкесі жас кезінде жол апатынан қаза тапты, артында 25 жасар жас әйелі мен 3 жасар ұлын қалдырды. Сол күні ауылға қара хабар жеткенде бүкіл көше жиналған, ал жас Маржан төрт бұрышты ағаш табыттың қасында отырып, көз жасында көрсетпей, қатты тістеніп қалған екен дейді көрші қолаң. Ол сол күні ақ өзіне өзі серт берген, ешкімге мұқтаж болмаймын, ұлымды екі аяғымнан тік тұрғызамын деп. Сол күннен бастап Маржан ана баласын жалғыз өзі, ешкімнің көмегінсіз өсірді. Ауылдың шетіндегі саманнан соғылған кішкентай үйде түн ұйқысын төрт бөліп, көрші қолаңның аудан орталығының тапсырысымен көйлек тігіп, тыным таппай еңбек етті. Қолы мозольге толды, арқасы жиі ауырды, көзі тігін машинасының жарығынан қызарып тұратын. Азамат мектепке қашан барса да анасының қолында бір тілім нан, бір стакан жылы сүт дайын тұратын. Кейде үйде нан таусылып қалса, Маржан ана өзі жей алмай, мен тоқпын, түстікте жедім ғой деп ұлын алдап, өз үлесінде оған беруші еді. Азамат бұл өтірікті есейгенде ғана түсінді. Қыс күндері үйде жылу жетіспегенде, Маржан ана өз көрпесін ұлына жауып, өзі жұқа жамылғымен тоңып отыратын. Азамат түнде оянып анасының қалтырап жатқанын байқаса, анашым, сен неге жылы киінбейсің деп сұраушы еді. Мен жылымын ғой, балам деп жымиятын Маржан ана, өз тоңған қолдарын жасырып. Сен жылы бол, оқуыңды жақсы оқы, маған сол жетеді. Жаз күндері ол ерте тұрып, бақшада еңбектенетін, картоп отырғызатын, көкөніс өсіретін, содан алған өнімнің көбін базарда сатып, тапқан ақшасын ұлының дәптер кітабына жұмсайтын. Кешке қарай тігін машинасының дыбысы үйден таң атқанша естіліп тұратын. Ауылдастары оны Маржекем қашан ұйықтайды екен деп таңдансатын, кейбіреулер оны аяушылықпен, кейбіреулер қызғанышпен қарайтын, оның ұлы мектепте үздік оқитынын бәрі білетін. Бір күні қыс ортасында Азамат аяғын мұздатып, оқудан ауырып келді. Маржан ана түні бойы оның қасында отырды, аяғын жылы сумен уқалады, оны шыт-шыт орамалмен орады, өз шайын беруге асыға дайындады. Таңертең Азамат көзін ашқанда, анасының көзі қызарып, ұйықтамағанын байқады. Анашым, сен де жат, шаршадың ғой. Сен сауығып кетсең, мен де сауығамын, балам деп жымиятын ана. Азамат мектепте жақсы оқыды, мұғалімдер оны мадақтап тұратын. Анасының түнгі жарыққа шыраған жанары, оның қайыспас еңбегі баланың жүрегіне терең із қалдырды. Ержетсем, анама зор үй саламын, ешкімге кем қылмаймын, оны алтын үстіне отырғызамын деп ойлайтын ол сол кезде өз жанындағы жалғыз досына осылай сыр ашатын. Жылдар зулап өтіп жатты. Азамат оқуын жақсы бітіріп қаланың үлкен университетіне түсті. Маржан ана соңғы малын, соңғы қорасын сатып, ұлын қалаға шығарып салды. Автобус аялдамасында тұрып, ұлының қолын ұстап көзіне жас алмастан. Балам, өзіңді сақта. Адал бол, ешкімнің жолын кеспе. Алмаған уайымдама, мен мұнда жақсы боламын деп батасын берді. Азамат автобус ішінде терезеге қарап анасының кішірейіп бара жатқан бейнесін көрді. Ол қолын соңғы рет көтеріп тұрды, аялдамада тұрған кішкентай, арық денелі әйел бейнесі көзден бірте-бірте жоғалғанша қарап отырды. Сол сурет оның жадында мәңгі қалды. Университетте Азамат жақсы оқыды, белсенді студент болды, стипендия алды, кешкі уақытта қосымша жұмыс істеп, анасына аз да болса ақша жіберіп тұратын. Сол жерде ол Камиламен танысты. Камила қала қызы, әдемі, тілі бал, әдептіліктен көрі сынға шебер, сән салтанатты ұнататын қыз еді.
Оның әкесі орта дәрежелі шенеунік болатын, отбасында әрдайым жетіспеушілік болмаса да. Аса бай да емес еді, бірақ Камила әрдайым өзін одан да жоғары дәрежеге лайық санайтын. Оның көзінде мұздай суық жарқыл бар екенін Азамат сол кезде байқамады. Ол Камилаға шын жүректен ғашық болды, ал Камила да оны жаратты. Азаматтың алдағы уақытта үлкен жетістікке жетуін, оның еңбекқорлығын, мақсаткерлігін көрді. Ол Азаматты өзінің болашақ табысының кепілі ретінде де көретін, дегенмен бұл сезімін ешкімге, тіпті өзіне де мойындамайтын. Олар танысқаннан кейін 1 жылдан соң некелесті. Той дардай тойланды. Маржан ана ауылдан келіп ұлының бақытына куә болды. Ол қаладағы той залында бір бұрышта тыныш отырды, өз затынан асып түскен әшекейлерге таңдана қарады, бірақ ешкімге кедергі жасамады. Камиланың туыстары оны сырттай немене, ауылдан келген қатын ғой дегендей қарайтын. Бірақ Маржан ана мұны сезіп тұрса да, ұлының болғанын көргей толды. Тойдан кейін жас отбасы қалада тұрақтап қалды. Азамат жақсы жұмысқа орналасты. Бастапқыда кіші маман болса, кейін жылдар өте компанияда жоғарылап, атақ-даңққа қол жеткізе бастады. Ол таңертеңгі 8-ден кешкі 10-нан кейінге дейін жұмыс істейтін, апталар бойы демалыссыз жұмыс жасайтын кездер де болды. Камила үйде отырды, сән-салтанатқа, көйлікке, сапарларға шығатын, ал бірнеше жылдан соң олардың Аружан деген қызы дүниеге келді. Аружан дүниеге келгенде, Азамат ауруханаға жүгіріп жеткенде, әйелінің қолын ұстап, көзіне жас алды. Сол сәтте ол өзінің де әкесінің орнына ана мен әкенің екеуін де көрген анасын есіне алды. Анашым білсе, қалай қуанар еді деп сыбырлады ол. Осы уақытта Маржан ана ауылда жалғыз қалып қойды. Азамат оны сағынып, ай сайын дерлік ауылға барып тұратын, кейде жол алыс, жұмыс көп болғандықтан 2-3 айда бір рет қана барғанда болатын. Ол барған сайын анасының жасы ұлғайып, денсаулығы нашарлап бара жатқанын байқады. Оның аяғы шала басатын, көзі бұрынғыдай өткір көрмегіш келіп қалған. Бір күні ол шешім қабылдады. Анашым, сізді қалаға алып барайын. Жасыңыз да келді, жалғыз тұрғаныңыз дұрыс емес. Немеремді де көресіз, олармен бірге жүресіз, мен де сізге жирек қарай аламын. Маржан ана алғашында қарсы болды. Ол өз үйінен, өзі жылдар бойы күтіп баптаған бақшасынан, көрші қолаңынан, ауыл ауасынан, ерінің қабірінен бас тартқысы келмеді. Балам, мен мұнда тумыс болдым, мұнда өмір сүрдім. Әкеңнің де қабірі осында. Қалада маған қиын болар деп қарсылық көрсетті. Анашым, апта сайын келіп, ерекеңіздің қабіріне барамыз, уәде беремін деп Азамат оны сендірді. Ал жалғыз қартайғаныңызды мен көре алмаймын. Ойланыңызшы, Аружан сізді сағынып жатыр. Немересін сағынған ана жүрегі жеңіп кетті. Немеремді көрмей жүре алмаспын деп ол өз үйінің кілтін көршісі Тоғжан апаға тапсырды да, аз ғана затымен, киім-кешегі, кейбір ескі фотосуреттер, тігін машинасы қалаға көшті. Тоғжан апа оны жолға шығарып сала жатып, Маржекем, сен де бір жанашыр таптың, енді бақытты боласың деп тілек айтқан еді, бірақ бұл тілек орындалуы мүмкін бе, кім білсін. Алайда қалаға көшкен алғашқы күннен-ақ бәрі басқаша болды. Камила қайын енесінің әрбір қимылынан кемшілік іздей бастады. Ол Маржан ананың ауылдық киімін, сөйлеу мәнерін, тіпті иісін де жақтырмады. Оның пәтері үлкен, заманауи, ал Маржан ана бөлмесі кішкентай, ескі жиһазбен жабдықталған бұрыштағы бөлме болды. Бұрын қонақ бөлме ретінде пайдаланылатын, енді керексіз заттар орналастырылатын бөлмеге көбірек сайтын. Ана, сіз тым қатты ас пісіресіз деп ол мұрнын шүйіре сөйлейтін. Аружанның асқазаны нашарлап қалады, дәмдеуішті ас салыңыз. Ана, есікті неге ашық қалдырасыз, суық өтіп кетеді деп тағы бір кемшілік тауып алатын. Ана, қонақтар келгенде бөлмеңізде отырыңызшы, олар сізді көрмесе де болады. Ана, теледидарды неге қатты қоясыз, менің басым ауырады. Бір күні Маржан ана өз құрдастарымен көршілес бөлмеде тұратын Күлән апамен көшеде әңгімелесіп отырғанда, Камила терезеден көріп кешке үйге келгенде. Ана, көшеде отырып көрші көлемнің бәріне менің үйдегі жағдайымды әңгіме етпеңізші. Ел не дейді деп ренжіп сөйледі. Маржан ана бұл сөздердің бәрін жүрегіне жиып, ешқашан жауап қатпайтын. Тек түнде жастығына бетін басып дауыссыз жылайтын. Ол ұлының үйінде бөгде адамдай сезінетін.
Өз бөлмесінен басқа жерге шықпауға тырысатын, ас пісіргенде келіннің ыңғайына қарай әрекет ететін, тіпті теледидар көргісі келсе де дыбысын өте бәсең қоятын. Кейде түнде ол ауылдағы үйін, өз бақшасын, ерінің қабірін армандап оянатын. Содан кейін көзінің жасын сүртіп, мұнда немерем бар ғой, шыдайын деп өзін өзі жұбататын. Жалғыз жарық сәулесі 8 жасар Аружан еді. Кішкентай қыз әжесін шексіз жақсы көретін. Мектептен келе сала, тура әжесінің бөлмесіне жүгіріп баратын, әжесінің ертегілерін тыңдап ұйықтайтын, әжесімен бірге қамыр илеп, бауырсақ пісіретін. Апасы жиі жұмыспен, дос-жарандарымен уақыт өткізетін болғандықтан Аружан үшін әжесі ертегі айтатын, жылы құшағында алатын, сабаққа көмектесетін жалғыз үлкен адам болды. Әже, сенің қолыңнан жасалған бауырсақ ең дәмдісі дейтін Аружан, аузын толтырып. Ырза болсаң, соғаны да жетеді, ботам деп жымиятын Маржан ана, немересінің шашын сипап. Кейде кешке Аружан әжесінің құшағында отырып, әже, маған ауыл туралы айтшы деп сұрайтын. Ал Маржан ана ауылдың жазғы шуағы, өзен жағасы, түлеп шыққан құстары туралы армандай әңгімелейтін, немересінің көзінде сол әлемнің суреттерін көретіндей еді. Азамат бұл жағдайдың бәрін көріп жүрді. Ол жұмыстан кешке қайтқанда анасының көзінде жасырын мұң, келіннің бетінде ызалы кейіп болатынын байқайтын. Бірақ ол еш нәрсе істемеді, тек Камила, анама сәл жұмсағырақ болсаңшы деп ара-тұра ескерту жасайтын. Сен әрдайым анаңның жағын аласың деп Камила бетін бұратын. Ал мен өз үйімде де тыныш өмір сүре алмаймын. Мен де адаммын, менің де қалауым бар. Сен таңдайсың ба, мен бе, анаң ба? Азамат мұндай сұрақтан әрдайым қашатын. Олай емес қой, екеуің де маған қымбатсыңдар деп жауап беретін. Азамат екі оттың ортасында қалғандай сезінетін. Ол анасын аяды, бірақ отбасының тұтастығын да сақтағысы келді. Осы қорқыныш оны әрдайым әйелінің жағын ұстауға мәжбүр етті. Кейде түнде ол анасының бөлмесіне барып, есіктің сыртында тұрып, ішкі дауыссыз жылағанын естігенде, кіруге де, кірмеуге де болмайтындай сезінетін. Ақыры еш нәрсе істемей, өз бөлмесіне қайтатын. Жанжалдар күн сайын көбейе берді. Кейде Камила Маржан ана естіп қалатындай етіп дауысын көтеріп сөйлейтін. Мен бұл үйде қашанғы дейін бөгде адаммен тұруым керек. Менің де өз үйім, өз тыныштығым болу керек емес пе? Достарым келгенде де ұялам, мынау кім дейді. Маржан ана мұндай сөздерді естігенде өз бөлмесіне кіріп, есікті ақырын жауып алатын. Ол ешқашан ұлы мен келіннің арасына түспеуге тырысты, өзінің бұл үйде бөгде адам сияқты екенін бірте-бірте түсіне бастады. Бір рет, туыстары келген үлкен той кешінде Камила қонақтарға бұл Азаматтың анасы, ауылдан келгенді пыстырғанда, Маржан ана бұл сөзді естіп жымиюын жоғалтпағанымен ішкі жан дүниесі одан сайын қорланды. Осылай 1 жылдан астам уақыт өтті. Маржан ана бірте-бірте өз үйінің төрінен емес, оның бір бұрышынан орын тапқандай сезінетін болды. Бір күні кешке Камила Азаматтың алдына тізе бүктіре келді. Оның көзінде дауыл алдындағы тыныштық сияқты бір суық шешім бар еді. Мен енді шыдай алмаймын, деді ол қатал үнмен. Немесе бұл үйде сол әйел тұрады, немесе мен балаңды алып кетемін. Сен таңдау жаса. Мен ойландым, барынша шыдадым, енді жетті. Азамат үнсіз қалды. Оның жүрегі анасын аяп жатты, бірақ ол Камиланы, отбасының тұтастығын жоғалтқысы келмеді. Түні бойы ол ұйықтай алмады, төсекте аунап теңкеріліп шешім таба алмады. Ол терезеге қарап отырып, өз балалық шағын, анасының жанындағы тыныштықты еске алды, бірақ дереу Камиланың қатал үнінде естіп тұрғандай болды. Мен бір нәрсе ойлап табайын деп ол әйеліне күбірледі. Ертесіне Камила оған тағы бір сөз айтты, бұл жолы жайлап дауысын жұмсартып, дәл бір сатушы тауарын мақтап отырғандай сенімді үнмен. Қарттар үйі бар ғой. Естуіңше, онда қызмет жақсы, күтім жақсы дейді, дәрігерлер де тұрақты тексеріп тұрады, тамақ та реттеп беріледі. Ана сол жерде демалады, өз құрдастармен әңгіме дүкен құрады, ойын ойнайды дейді, тіпті шаттандыратын шаралар да өткізеді екен. Біз де тынышталамыз, отбасымызда сақталады, ал сен апта сайын барып көріп тұрасың. Азамат бірнеше күн бойы бұл идеямен ішінен күресті. Түнде ұйықтай алмай, анасының жас кезінде айтқан сөздерін, оның қалай тоңып отырғанын, өз көрпесін ұлына жауып бергенін еске алды.
Оның ар-ожданы бұл шешімге қарсы шыққанымен, әйелінің жауыр болған талабымен өз әлсіздігі жеңіп шықты. Бір түні ол компьютерінде интернеттен қарттар үйлерін іздеп отырды. Суреттерін қарады, жарқыраған дәліздер, жасыл бақ, күлімсіреген қарттар суреттері. Мүмкін шынымен де жаман болмас деп өзін жұбатты, бірақ жүрегінің түбінде бұл өзін-өзі алдау екенін білді. Ол ақыры анасына жалған айтуды таңдады. «Анашым», деді ол сол таңертең көзін жасырып, даусы дірілдей отырып, «Сізге демалыс керек, денсаулығыңызды жақсылап тексертейік». «Жақсы, жайлы орын тауып қойдым, онда дәрігерлер де жиі қарайды, күтім де жақсы. 1-2 айдан кейін қайтадан үйге аламын, тек денсаулығыңызды нығайтып алыңыз». Маржан ана ұлының көзіне ұзақ қарады. Ана жүрегі бәрін бірден түсінді. Ол баласының көзіндегі жасырын кінәні, ыңғайсыздықты бірден аңғарды, ана баласының өтірігін бірден сезеді ғой. Бірақ ол ұлының бетіне шіркеу түсірмеу үшін, оның отбасында жанжалдан құтылуын қалап, күрсінбестен басын изеді. «Жарайды, балам. Сен жұмысыңнан қалма, мен өзім барамын. Тек Аружан жаныма жиі хабарлас, ол мені сағынбасын». Аружан бұл хабарды естігенде жылап әжесін құшақтап алды. «Әже, кетпеші, мен саған үйренейін дедім ғой, сенсіз кім маған ертек айтады?» «Ботам, мен жақын жерде боламын», деп Маржан ана немересінің басынан сипады, көзінің жасын жасырып. «Демалысымда келіп тағы да бауырсақ пісірейік». Қарттар үйінің қақпасы алдында тұрған кезде Маржан ана ешбір өкпе білдірмеді. Ол терезеден ескі ғимаратты, көлеңкелі бақты, орындықта отырған қарт адамдарды көзімен шолды. Ғимарат интернеттегі суреттегідей жарқырамаған, қабырғалары сарғайған, дәлізде дезинфекция иісі аңқыған екен. Жүрегі сыздап ауырды, бірақ ол ешбір сөз айтпады. «Мынаны ал, балам», деді ол көліктен түсер алдында, сөмкесінен бір бума бауырсақ пен жаңа тоқыған жүн шұлықты шығарып. «Суық болғанда киесің. Ал бауырсақты Аружан жаныма жеткіз, оны жақсы көреді ғой». Ол ұлының арқасынан сипады, ал Азамат бұрылып, көлігіне қарай асыға жүрді, көз жасын жасыруға тырысып. Артына бір ретте бұрылып қараған жоқ, себебі бұрылса шешімінен қайтатынын білді. Маржан ана ескі ғимараттың есігінде тұрып, ұлының көлігі көзден таса болғанша қарап тұрды. Содан кейін ғана оның көзінен жас сорғалады, бірақ ол оны тез сүртіп, өзін тежеп медбикеге қарай беттеді. Қарттар үйінде оны Гүлмира деген жас медбике қарсы алды. Оған жайлы бөлме көрсетті. Ол 2 кереуетті бөлме еді. Екінші кереуетте Сары апа деген. Ұлы шетелде тұратын, ешкім оны сирек қана хабарласатын қарт әйел кірген. «Апа, ренжімеңіз», деді Гүлмира жайлап заттарын қоюға көмектесіп жатып. «Мұнда көп адам осылай келеді, бірақ бәрі бірге көмектесе өмір сүреді». Маржан ана жымиды, бірақ жаны ауырды. Ол алғашқы түні ұйықтай алмады, төбеге қарап жатып, өз бақшасын, ерінің қабірін, немересінің күлкісін еске алды. Азамат үйіне қайтқанда, оның жүрегінде бір ерекше жеңілдік сезілгендей болды. Үйде тыныштық орнады. Камила бақытты еді, ол енді ешкімнің көзінше өзін тежеп жүрудің қажеті жоқ екенін сезінгендей, үй тірлігін өз қалауынша реттей бастады. Қонақтарды жиірек шақырды, жиһаздарды өзгертті, тіпті Маржан ана бөлмесінде жабдықтап қонақ бөлме етіп қайта жасады. Алғашқы аптада Азамат күн сайын анасына хабарласты, тіпті бірер рет барды да. Бірақ жұмыс қайтадан оны толығымен жаулап алды, ал Камила да «Неге жиі барасың? Оған жаман емес қой», деп ренжіп сөйлей бастады. Бірте-бірте барулар сирей түсті, аптасына 1 реттен 2 аптада 1 ретке, содан айына 1 ретке дейін азайды. Бірақ бұл бақыт ұзаққа созылмады. 6 ай өтпей жатып, Азаматтың серіктес болып жүрген досы Ерболат оны алдап, компанияның барлық қаражатын алып қашты. Азамат бұл достығына сенген. Бизнестің қаржылық құжаттарын оған толық сеніп тапсырған еді. Олар университеттен бірге оқыған, 10 жылдан астам достасқан адамдар болатын. Бір таңертең офиске келгенде Ерболаттың телефоны өшірулі, кеңсесі бос екенін көрді. Банк шоттарын тексерсе, барлық қаражат жоқ, үлкен жобаға арналған инвестиция ақшасы, жалақы қоры, тіпті резервтегі қаражатта жоғалған. Азамат полицияға арыз жазды. Бірақ Ерболат елден шығып кеткен, іздеу нәтижесіз болды. Компания міндеттемелерін орындай алмады, серіктестер мен клиенттер сотқа берді. Бизнес күйреді.
Банктегі несиелер, борыштар бәрі Азаматтың мойнына түсті. Үй сатылды, көлік сатылды, тіпті Камиланың зергерлік бұйымдарының көбі де сатуға кетті. Азамат түнде ұйықтамай қайтадан жұмыс істеп, есеп-қисаппен күресіп жатты, бірақ жағдай күн сайын нашарлай берді. Олар кішкентай жалдамалы пәтерге көшуге мәжбүр болды. Ақша жоғалған соң Камила да өзгерді. Оның бұрынғы тәттілігі мен мейірімі жоқ болды, орнына қатыгездік пен наразылық келді. Мен мұндай өмір сүру үшін тұрмысқа шыққан жоқпын деп ол күн сайын ұрыс шығаратын. Сен маған не бере алдың? Тек несие мен қарыз ғана. Мен сені сенімді іскер адам деп ойлағам. Камила, мен бар күшімді салып жатырмын деп жауап беруші еді Азамат шаршаған дауыспен. Бұл менің де күнәм емес қой, Ерболат алдады. Ал алдануыңа кім кінәлі? Сен өзің бе, әлде мен бе? Азамат бар күшімен жағдайды түзетуге тырысты, түнгі жұмыстарға да барды, тіпті таксист болып та жұмыс істеді, бірақ бәрі бекер еді. Үйдегі жағдай күн санап нашарлады. Аружан да ата-анасының дауласуын жиі көретін болды, мектептен келгенде де үйде тыныштық болмайтын. Ата-анам неге әрдайым ұрсады? Деп сұрайтын Аружан өз досынан. Бұрын олай емес еді. Бір күні Азамат жұмыстан келгенде үй бос екенін көрді. Камиланың заттары жоқ, шкафтар ашық, кейбір жиһаздар да алынып кеткен. Столда бір қағаз жатты, ажырасу туралы арыз, оның астында қысқа жазу: мен бұдан былай осылай өмір сүре алмаймын. Кешір. Кейінірек білгені бойынша Камила басқа бай кісіні, өз әйелінен ажырасқан. Орта жастағы бизнесмен Мереке дегенді тауып алып, Аружанды өзімен бірге алып кеткен еді. Кетер алдында кішкентай Аружан әкесіне жүгіріп келіп көзінен жас алып тұрып: әке, сен әжемді қуғанда мен де сені жоғалтатынымды білдім. Құдай да бізді сол күні қуған сияқты деп еңіреп жылап анасының соңынан ерді. Азамат сол сәтте есіктің алдында тұрып қалды, қызының сөздері оның жүрегін тіліп өткендей болды. Бірақ ол қызын тоқтата алмады, оның артынан еш нәрсе айта алмады. Ол көлікке отырған қызының терезеден соңғы рет қарағанын көрді, содан көлік көшеде жоғалды. Азамат жалғыз қалды. Досы жоқ, отбасы жоқ, ақшасы жоқ. Ол алғашында өзін жалғыздықтан алшақтату үшін жұмысқа берілді. Бірақ жұмыс іздеу де оңай болмады. Атына жабылған қарыздаменен шығарылған комплект. Ол ақыры кішкентай дүкенде сатушы, содан кейін жүк тасушы болып жұмыс істеуге мәжбүр болды. Түндер бойы жалғыз пәтерде отырып, ол ішімдікке салынды. Түнде жарық жанбаған пәтерде отырып, бөтелкенің түбіне қарайтын болды. Ал таң атқанда бас ауруымен оянатын. Бірте-бірте бұл әдет күшейе түсті. Кейде жұмысқа кешігетін, кейде мүлдем бармайтын күндер де болды. Денсаулығы да сыр бере бастады, жүрегі ауырды, қысымы көтерілді, кейде түнде демі тарылып, оянып кететін болды. Бір күні жұмыс орнында естен танып жедел жәрдеммен ауруханаға түсті. Дәрігерлер оны байыппен емдеуге, өмір салтын өзгертуге кеңес берді, ішімдіктен толық бас тартуды талап етті. Бірақ Азаматтың ол жаққа баруға да, өзгеруге де қауқары қалмағандай еді. Бұрынғы достары, серіктестері бірінен соң бірі теріс айналды. Байлық заманында қасында жүрген, оның қонақ үйлерінде дастарханнан дәм татқан адамдардың бірі де оған қоңырау шалмады, ешкім хабарласпады. Азамат телефонын алып, байланыс кітапшасын парақтап отырып, шын мәнінде жанында ешкім қалмағанын түсінді. Жүздеген нөмір бар, бірақ бірде-бірі оған көмек беруге дайын емес еді. Ол кейде түнде терезеге қарап отырып, қаланың шамдарын санайтын, әр шамның артында бір отбасы, бір бақыт бар екенін ойлайтын, ал өзінің бақыты қайда кеткенін түсіне алмайтын. Түндердің бірінде төрт қабырғаның ортасында отырып, Азамат кенеттен есіне анасының ескі орамалын түсірді. Ол оны шкафтың түбінен ескі заттар салынған қораптың астынан тауып алды. Бұл қорапты да үй жинағанда лақтырып тастамай, күйеуі алып кеткен екен. Орамалдың иісі әлі де анасының иісін еске түсіретіндей еді. Дәл ана иісі, наннан, сүттен, күн көзінен сақталған иіс. Ол оны бетіне басып, алғаш рет шын жүректен өксіп жылады. Сол сәтте оның көз алдына бүкіл өмірі бір-бірлеп тізіліп өтті. Анасының жылы қолы, оның суыққа тоңып отырғаны, түн ұйқысын төрт бөліп тігін тіккені, соңғы күні берген бауырсағы мен шұлығы, оның қаладан ешбір өкпесіз кеткені. Не істедім мен деп сыбырлады ол, даусы жарылып. Анама не істедім?
Ол өзінің қаншалықты өзімшіл, қаншалықты әлсіз болғанын, анасының жанын сатқанын, өз бақытының орнына жалған бақытты таңдағанын енді ғана толық түсінді. Оның есіне анасының сол күнгі көзқарасы түсті, өкпесіз, кінәсіз, тек мейірімге толы көзқарас. Сол көзқарасы енді оны жаныштап бара жатты. Ол таңға дейін көз ілмей, есінен бір сурет кетпей отырды. Анасының тоңазытылған қолы, оның балаға. Ол кеше нешінші рет анасына хабарласпағанын, соңғы қашан барғанын есіне алуға тырысты. 3 ай бұрын, әлде 4 ай бұрын. Есінде жоқ, тек жұмыс көп болды деген сылтауын ғана есіне алды. Таң ата жуынбаған, тарамаған күйінде тек анасын көру ойымен есіктен атып шықты. Ол автобусқа мінерде де жол бойында анасына айтатын сөздерін ойша дайындап келді. Кешір мені, анашым, мен саған қайтадан үйге барайын дедім, қасыма аламын деп қайта-қайта қайталады. Қарттар үйіне жеткенде Азаматтың қолы дірілдеп тұрды. Ол ғимараттың алдында тоқтап бірнеше минут көлікте отырды, өзінің осы жерге қалай кіретінін, анасының көзіне қалай қарайтынын елестете алмады. Ақыры жүрегін қатайтып есікке беттеді. Есікте тұрған медбике оны тани салды, бұл сол баяғы Гүлмира еді. Сіз Маржан апаның ұлысыз ба? Иә, мен. Анам қайда? Оны көргім келеді, кешірім сұрағым келеді. Мен оны үйге апарайын дедім. Гүлмираның жүзі бірден өзгерді, көзіне қайғы үйірілді. Ол бірнеше секунд үнсіз тұрды, содан кейін жайлап сөйледі. Сіз білмейсіз бе? Азаматтың жүрегі тоқтап қалғандай болды. Ол бір қадам артқа шегінді. Не білмеймін. Не болды? Маржан апа 3 ай бұрын қайтыс болды. Жүрегі шыдамады. Біз сізге хабарласуға тырыстық, құжаттарда көрсетілген нөмірге қоңырау шалдық, бірақ жауап бермедіңіз, ал кейін нөмір өшіп қалды. Азаматтың есіне нөмірін өзгерткені, борышкерлерден қашу үшін телефонын бірнеше рет ауыстырғаны түсті. Оның аяғы дір-дір етіп еденге отыра кетті. Дүние айналасында айналып бара жатқандай сезілді, құлағында бір ызың дыбыс қана қалды. Жоқ, олай болмайды деп сыбырлады ол, қолымен басын ұстап. Мен келе алмадым, жұмыс. Гүлмира оның қасына отырып жайлап айтты. Ол апа әр күні терезеге қарап есікті күтіп отыратын. Біз оған апа серуендеп келейік дегенде де, жоқ, балам келуі мүмкін ғой, мен осында отырайын дейтін. Ұлым келеді, жұмысы көп қой, сондықтан келе алмай жатыр деп бізге, басқа қарттарға да түсіндіретін. Ешқашан сізді кінәламады, бір ауыз ренішті сөз айтпады. Медбикенің көзіне де жас келді, ол сәл кідіріп сосын жалғастырды. Соңғы жарты жылда денсаулығы күрт нашарлады. Дәрігерлер жүрегінің әлсіз екенін айтты, оған қатты уайымдамауды тапсырды. Бірақ ол күн сайын терезеге қарап отыратын. Кейде түнде де ұйықтамай, баламның үйіне барар, жол қашық емес қой, неге келмейді деп өзіне өзі сөйлейтін. Соңғы күні де дәрігерлер қасында тұрғанда, ұлымды кінәламаңдар, оның жұмысы көп, ол мені жақсы көреді деп өтінген еді. Ол сізге деген сенімін бір сәтке де жоғалтқан жоқ. Тіпті соңғы демін алар алдында да Азаматым деп сыбырлады. Медбике орнынан тұрып, ішкі бөлмеге кіріп қолында бір хат ұстап шықты. Хат ескі, бірнеше рет бүктелген, кейбір жерлері сарғайған қағазға жазылған еді. Ол апа бұл хатты сізге сақтап қоюды өтінген еді. Дәл осы күнді күткендей, ұлым бір күн келеді, сол кезде осыны бер деп қалдырды. Ол мұны бірнеше ай бұрын, әлі есі дұрыс кезінде жазған. Азамат хатты қолына алды, саусақтары дірілдеп тұрды. Ол медбикеден анасының жерленген жерін сұрады. Медбике оған қарттар үйінің жанындағы зираттың бағытын көрсетті. Маржан ана өз ауылына жеткізілмей, осы жерде жалғыз, туысқансыз жерленген екен. Себебі оның жеке құжаттарында ешбір туысқанның байланысы табылмаған, тек Азаматтың ескі нөмірі ғана бар болатын. Кешірім сұраймын, деді Гүлмира жайлап. Біз онымен таныс адамдардың бәрін іздедік, тіпті ауылдан бір-екі көрші қолаңын да тапқанбыз. Бірақ олар да көмектесе алмады, өйткені олардың байланысы да ескіріп қалған. Азамат орнынан әрең тұрып, есік алдында тұрған Сара апаны, анасының бөлмелес досын көрді. Кемпір оны танымады, бірақ жанына жақындап жайлап айтты. Сен Маржекемнің ұлысың ба? Ол сені жиі айтатын. Ұлым үлкен адам, жұмысы көп деп мақтанатын.
Тіпті бір рет саған арналған көйлектің суретін маған көрсетті, оны тіккен едім, ол киіп мектепке барған деп қуана айтатын. Азамат бұл сөздерді естіп тағы да көзіне жас алды. Азамат зиратқа барды. Жаңа қойылған, әлі көгермеген топырақтың үстіне отырды. Қыстың суық желі оның бетін қырнады, бірақ ол оны сезбеді. Дірілдеген қолымен хатты ашты. Анасының қолтаңбасы әр әрпі бір-бірден қиналып жазылған, кейбір жерлері жасмен дақталған, кейде әріптер бұлдырап оқылмай қалады. Ол көзінің жасын сүртіп оқи бастады. Құлыным Азаматым, мен сені ренжіткен жоқпын, балам. Қаланың тасы үйі маған тар болса да, сенің амандығың менің жалғыз жұмағым еді. Сен маған ойымдама деп жаздым өзіме өзім, әр күн сайын, түнде ұйықтар алдында осыны қайталап отырушы едім. Мен сені кінәламаймын. Сен жас, сенің жаныңда жақсы отбасы, жақсы келін, немерем болу керек. Мен бір нәрсені әрдайым білетімін, ана деген осылай, өз баласын, оның бақытын өз бақытынан жоғары қоятын жан. Егер саған керекті нәрсе менің осында тұруым болса, мен разымын. Мұнда жаман емес, балам. Гүлмира деген қыз бар, ол маған қызымдай қарайды. Сара деген апаммен бірге отырамыз, ертегі айтсамыз, дәл сен кішкентай кезіңдей. Тек кейде түнде сені, Аружан жанымды сағынып қаламын. Аружан жаныма айт, әжесі оны ешқашан ұмытпайды деп. Келініммен тату бол, балам, ол да жас, ол да өз жолын іздеп жүр. Ол да бір күн ана болады, сол кезде түсінеді деп ойлаймын. Оған да ренішім жоқ, өйткені әр адамның өз жолы, өз түсінігі бар. Ал сен өзіңді сақта, тамағыңды уақытында іш, суыққа тоңба. Мен саған көрпе жаба алмасам да, дұғам үнемі сенімен бірге. Түнде ұйықтар алдында сенің атыңды атап дұға етемін. Егер мені сағынсаң, жүрегіңе қолыңды қой, мен сол жерде әрдайым сенің қасыңдамын. Мен сені ешқашан тастамаймын, тіпті мен жоқ болсам да. Кешірдім сені, ботам. Бір күнде ренжіген емеспін. Сен менің жалғыз бақытымсың, жалғыз мақтаншымсың. Сен дүниеге ергенде мен өмірімнің мәнін тауып алдым деп ойладым, сол сезім әлі күнге дейін жүрегімде. Анаң? Азамат хатты кеудесіне басып, зираттың үстіне құлап, дауыстап жылады. Оның айқайы бос алаңқайда жаңғырды, бірақ ешкім оны есітпеді, ешкім жауап бермеді. Ол топырақты құшақтап анасының атын қайта-қайта айтты. Кешірші мені, анашым. Кешірші. Мен сені сатып жібердім, мен сені құрбандыққа шалдым, ал сен маған әлі де рахмет айтып жатырсың. Мен саған лайықты бала болмадым. Ол ұзақ уақыт сол жерде отырды, аспан қараңғылана бастағанша, суық жел оны түршіктіргенше. Оның есінде анасының соңғы сөздері, оның қайыспас мейірімі, оның ешқашан өкпе білдірмегені қалды. Күн батып аспанда алғашқы жұлдыздар жарқырай бастағанда да ол орнынан тұрғысы келмеді. Дәл сол жерде анасының қасында түнеп қалғысы келді. Бірақ дауыс ешқайда жетпеді. Уақыт кейін қайтпайтын еді. Ол қанша жыласа да, қанша өкінсе де, анасын тірілте алмайтынын, оның соңғы сөзін тыңдай алмағанын. Ол зираттан кешке қарай кетті, бірақ бұл сапар оның бүкіл өмірін өзгертті. Ол сол күннен бастап ішімдікті тастады, өз өмірін қайта құруға тырысты. Алғашқы аптада бұл оған өте қиынға соқты, түнде ұйықтай алмай, қолы дірілдеп, бас ауруымен күресті, бірақ ол анасының атын есіне алып төзді. Ол жұмысын жаңадан бастады, кішкентай құрылыс компаниясында есепші болып орналасты, бастапқыда төмен лауазымда, бірақ адал және еңбекқор жұмысымен бірте-бірте сенімге ие болды. Ол өз борыштарында ақырын болса да төлей бастады. Әр жексенбі сайын ол зиратқа барып, анасының қабірін таза ұстады, жаңа гүл әкелетін болды. Ол қабірге кішкентай гүлзар жасады, айналасына тас төсеп тәртіпке келтірді. Кейде ол сол жерде отырып анасымен сөйлескендей өз күнін, қиыншылықтарын әңгімелейтін. Анашым, бүгін жақсы жұмыс атқардым дейтін ол кейде. Сенің батаң бар ғой, сол көмектесіп жатыр. Кейінірек ол Аружанмен қайта байланысуға тырысты, қызының жүрегінде қалған жараны жазуға тырысты. Алғашында Камила оны қызымен көруге жіберуден бас тартты. Бірақ Азамат шыдамдылықпен қоңырау шалып, ақырын-арын сенімін қайтартты. Ол ешқашан Камиланы кінәламады, тек өз кінәсін мойындады. Бір күні, аптасына бір рет кездесуге рұқсат алғаннан кейін,
ол қызымен саябақта отырды. Ол қызына анасының хатын оқып берді, кешірім сұрады. Әкемде Аружан оны бір жиналыста құшақтап, мен де әжемді сағынамын. Оның бауырсағының дәмі әлі де аузымда тұрғандай. Неге ол қайтыс болғанда мені алып бармадың? Мен өзім де кеш білдім, ботам деп Азамат қызын құшақтап көзінің жасын жасырды. Мен өзім кешіктім. Бірақ енді сенімен бірге зиратқа барайық, әжеңе гүл апарайық. Олар бірге зиратқа барды, Аружан әжесінің қабіріне кішкентай ақ гүл қойды. Әже, мен сені жақсы көремін деп ол сыбырлады. Азамат қызын құшақтап, ол енді өз өмірінің қалған бөлігін анасының қасиетін, оның мейірімін еске алып, соған сай өмір сүруге тырысатынын шешті. Бірақ ол білді, оның осы түсінігі бір ай ерте келсе, немесе бір жыл ерте келсе, анасы тірі кезінде осыны түсінсе, бәрі басқаша болар еді. Жылдар өте Азамат өз өмірін қайта құрды. Ол жаңа жұмысында сенімге ие болып кіші басшы лауазымына көтерілді. Ол Аружанмен апта сайын кездесетін болды, олардың арасы жақындай түсті. Ол ешқашан қайта үйленбеді, өйткені жүрегінде әлі де анасына деген өкініш, оны ешкіммен бөлісуге болмайтын ауыр жүк ретінде қалды. Ол енді әр таңертең оянғанда алдымен анасының орамалын ұстап, өзіне бүгін сен кімге жақсылық жасадың деп сұрақ қоятын әдетке айналдырды. Оның жүрегінде анасының сөздері мәңгі қалды. Егер мені сағынсаң, жүрегіңе қолыңды қой, мен сол жерде. Ол кейде жас әке-шешелерге, өз айналасындағы жас отбасыларға өз тарихын айтып беретін болды, ешбір ұяттан тартынбай. Мен бір қателік жасадым, оны түзете алмадым. Сендер егер қартайған ата-анаңыз болса, оларды бағалаңдар, олардың қасында отырыңдар, себебі олардың уақыты аз, ал сендердің өкінішпен өмір сүрулеріне болмайды. Ол осы сөздерді айтқан сайын, оның көзінде жас тұратын, бірақ ол оны жасырмайтын, сылсет. Құрметті тыңдармандар, егер әңгіме ұнаған болса, арнаға жазылып, лайк басып, комментарияға өз ойларыңызды қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.